أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах тағала келген қадамдарыңызға сауаптан, нұрдан жасын. Біз алдыңғы дәрістерімізде жалпы Құранның мағынасы, кейін Құранның қандай атаулар бар, соларды айтқан едік. Кейін екінші дәрісімізде жалпы уахи тақырыбына тоқталдық. Уахи дегеніміз не еді? Жалпы баршамыз білеміз, Аллах тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға кітабымыз болған қасиетті Құранды осы уахи арқылы түсірген. Сол үшін уахи тақырыбын білу бізге өте маңызды. Жалпы уахи деген Алла тағаланың біздерге тура жол көрсету үшін пайғамбарларына берген нұсқаулықтары. Яғни нұсқаулықтарын қалай берген? Біздің пайғамбарымызға Құран кәрім арқылы, аяттар арқылы бізге нұсқаулықтар беріп, бізге не істеуіміз керектігін, бізге әмірлері мен тыйымдарын осы нұсқаулықтар арқылы, Құран кәрім арқылы бізге білдірген. Енді алдыңғы дәрісімізде Құран кәрімде уахи сөзі тек қана уахи мағынасында емес, басқа да мағыналарда келетінін айтып өттік. Сыбырлау деген сияқты, немесе бір-біріне ишарат ету, нұсқаулық беру деген сияқты мағыналарда келеді. Бүгінгі дәрісімізде иншалла басқа пайғамбарлардың уахиды қалай алған, уахидің келу түрлері, соған тоқталатын боламыз. Жалпы білесіздер, уахи Құранда аят бар: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله الله تعالى адамдарға уахиды қалай береді? Біріншісі илля вахян, уахи беру арқылы, яғни көкейіне салу арқылы, әу ми вараи хижабин, немесе перденің артына үн қату арқылы, немесе әу юрсиля расуля, немесе пайғамбар жіберу арқылы Аллах тағала өзінің пайғамбарларына уахи береді дейді. Файюхия биизнихи ма яша, Аллах тағала өз бұйрығымен қалағанын уахи етеді. Иннаху алiyun хаким, күдіксіз ол Аллах тағала өте жоғары хикмет иесі. Осы аяттан да түсінгендеріңіз бойынша Аллах тағала пайғамбарларға уахиды осы үш түрде берген. Біріншісі пайғамбарлардың көкейіне салу арқылы, яғни ақиқат түсі арқылы. Екіншісі перденің артынан сөйлесу арқылы. Үшіншісі періштелер арқылы уахи берген. Біріншісіне мысал беретін болсақ, бұл барлық пайғамбарларда уахиды түсінде берген, яғни шынайы түс деп айтады. Ашық уахи, бұны шынайы түс уахи деп айтады. Бұған мысал ретінде Ибраһим пайғамбардың ұлы Исмаил пайғамбарды түсінде құрбандыққа шалғанын көру. Білесіздер, Ибраһим пайғамбардың 90 жасына дейін баласы болмайды. Сол кезде ол кісі Аллах тағалаға нәзір сөз берген екен: егер менің балам дүниеге келетін болса, мен оны Аллах тағала сенің разылығың үшін құрбандыққа шалам деп. Бірақ Исмаил пайғамбар дүниеге келгеннен кейін ол кісі ұмытып кетеді. Аллах тағала сол кезде Ибраһим пайғамбарға түсі арқылы уахи береді. Түсіне жаңағы баласының Исмаил пайғамбарды құрбандыққа шалып жатқанын көрсетеді. Осы уахи арқылы Ибраһим пайғамбардың сөзін есіне түсіреді. Немесе тағы да екінші бір мысал берсек, осындай шынайы түс уахиына Юсуф пайғамбар, білесіздер, Юсуф пайғамбар түсінде күн мен айдың және де оның айналасындағы 11 жұлдыздың өзіне сәжде еткенін көреді. Осы түсін әкесіне айтқан кезде әкесіне дейді: ей балам, сен бұл түсінді ағаларыңа айтпа, ағаларың қызғанады дейді. Ол түсіндегі күн мен ай өзінің әкесі мен анасы, ал 11 жұлдыз болса 11 ағасы. Ол түсінің мағынасы және өзінің әкесі мен анасы. Білесіздер, Юсуф пайғамбарды ағалары қызғанып құдыққа тастайды. Ол кейін Мысырға барып, Мысырда қазына министр болады, Мысырда билейді. Сол кезде ең соңында ағалары Мысырға келген кезде оның әкесі мен анасы, кейін барлық 11 ағасы оған сәжде етеді. Бұрынғы кезде сәжде бұл құрметтің белгісі, сәлемдесу үлгісі ретінде болған. Мұса пайғамбардың кезінде бұған тыйым салынбаған. Дәл Юсуф пайғамбар түсінде Аллах тағала осылай уахи береді. Оны біраз уақыттан кейін Аллах тағала шынымен де ашыққа шығарады. Дәл сол сияқты біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламда Меккеден Мәдинаға келген кезде Қағбаны қатты сағынады. Меккені енді туған жері болғаннан кейін қатты сағынады. Сол кезде түсінде Аллах тағала оған уахи береді. Түсінде пайғамбарымыз не көреді? Сахабалармен бірге Меккедегі Қағбаны тауаф етіп жүргенін көреді. Шынымен де осы түсінен кейін 2 жыл өткеннен кейін, Худайбия келісімінен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларымен бірге Меккеге барып сол Қағбаны тауаф етеді. Бірінші мысал осы. Яғни барлық пайғамбарларға Аллах тағала
дәл осылай түсінде уахи берген. Ал екіншісі пайғамбарларға уахиді перденің артынан беру. Оған ең үлкен мысал, енді 5 үлкен пайғамбар бар дейміз. Бірінші адам ата. Адамды Сафиулла дейді, адам атаны, Аллах тағаланың таңдаулы құлы. Екінші Мұса пайғамбар Кәлимулла дейді, Аллах тағаламен сөйлесуші. Ол кісі не үшін Кәлимулла деген, Аллах тағаламен сөйлесуші деген аты лақап аталған. Тур Сина тауында Аллах тағаламен тілдескен. Білесіздер, Мұса пайғамбар Аллах тағаламен тілдескен кезде Тур Сина тауында аралардан 70 000 перде болған. Аллах тағала өзінің уахиын сол перденің 70 000 перденің артында тұрып Мұса пайғамбарға не істеген екен, уахи берген. Енді осыған байланысты айтады, егер енді біздің пайғамбарымыздың үмметі болудың өте үлкен бізге негізі бақыт. Кейбір пайғамбарлар тіпті мысалы Қыдыр ата, Қызыр пайғамбардың өзі пайғамбарымыздың үмметі болды қалаған. Ол кісі осы Фатиха сүресін естиді, естігеннен кейін Аллах тағала дұға етеді: Аллахым, осы сүрені маған түсірші деп. Сол кезде Аллах тағала бұл сүрені мен ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам оның үмметіне түсірдім дейді. Сол кезде Қызыр пайғамбар: олай болса Аллахым, мені сол пайғамбардың үмметі болуды нәсіп етші деп Аллах тағала дұға етіп, пайғамбарымыз үмметі болуды нәсіп болған. Дәл сол сияқты енді біздің пайғамбарымыз үмметі болудың бізге берген артықшылығы, Мұса пайғамбар Аллах тағаламен тілдескен кезде арасында 70 000 періште болса, перде болса, біз мынау ауыз бекітіп ауыз ашар сәтте кейін біз сәждеге барған сәтте арамызда Аллах тағаламен бір ғана перде болады екен. Сол үшін ауыз ашар сәтте жасалған дұға және де сәждеде жасалған дұға ешқашан қайтарылмайды. Сол кезде Аллах тағаламен құлдың арасында бір ғана перде болады. Екінші мысал осы: Аллах тағала пайғамбарларына перденің артынан уахи берген. Үшіншісі, бәріңізге білесіздер, бәріміз білеміз, періште арқылы, яғни Жәбірейіл періште арқылы Аллах тағала пайғамбарларына уахиді жеткізген екен. Енді бұл жалпы барлық пайғамбарларға осы үш түрде уахи берген. Ал енді біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Құран кәрім қалай түскен, қалай уахи етілген? Біріншісі, шынайы түс ретінде бағана айттық, басқа пайғамбарларға да, біздің пайғамбарымызға да ең алғаш Құран кәрім осы шынайы түс арқылы, түсінде уахи етіле бастайды. Осыған байланысты Айша анамыздан мынандай бір хадис келеді. Ан Айша радиаллаху анха әуәлу ма будия бихи Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ар-ру'яту садиқа. Пайғамбарымыз ең алғаш уахиді шынайы түс арқылы алған дейді. Жаахул малак, оған періште келіп, жаңағы Аллах сүресін оқиды. Бисмилlah, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ, иқра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам. Яғни пайғамбарымыз пайғамбарлық келмесін 6 ай бұрын осындай уже Құранды түсінде уахи ретінде ала бастаған. Енді көптеген ғалымдар, сахабалар негізі пайғамбарымызға уахидің бәрі ояу кезінде келген. Бірақ енді Айша анамыз айтып отыр ғой, алғашқы уахиді шынайы түс ретінде алған. Бұны Алқама бин Қайс рахимаулла табиғи, ол кісі бай түсіндіреді. Енді уахи ол өте үлкен бір жауапкершілік, міндет. Аллах тағала бірінші жаңағы пайғамбарларына түсінде уахи берген. Көкейіне жаңағы сол уахия Құран толық қону үшін бірінші періштелер Жәбірейіл періштеге пайғамбарымыздың түсінде оқитын болған. Кейін пайғамбарымыздың көкейіне жақсылап орныққаннан кейін оны жаңағы шынайы өмірде келіп уахи беретін болды. Дәл сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хира үңгіріне пайғамбарлық келместен бұрын 6 ай бұрын осындай Алақ сүресін және басқа да нелерді түсінде көре бастайды. Түсінде осы Алақ сүресін көреді. Кейін дәл солай өңінде Хира үңгірінде Жәбірейіл періштеге пайғамбарымызға уахи береді. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар: шынайы түс пайғамбарлардың 46-да бірі дейді. Шынымен де пайғамбарымыз 23 жыл өмір сүрген болса, оның 46-да бірі 6 ай. Шынымен де пайғамбарымыздың алғашқы пайғамбарлықтың 6 айында осылай уахидің көбін шынайы түс ретінде алған. Не үшін? Өйткені алда келетін уахиларға дайындық ретінде. Ал екінші пайғамбарымыз тікелей Аллах тағаладан уахи алған. Бәріміз білеміз, мынау неде Миғраж түнінде пайғамбарымыз денесімен бірге ояу халде анау 7 қабат аспанға, оның ар жағында Сидратул Мунтаха дейді, уақыт пен заманның біткен жерінде Аллах тағаладан барып уахиді тікелей Аллах тағаладан алады. Сол кезде бізге жаңағы Бақара сүресінің соңғы 2 аяты Әмәна Расулы күнде құптан намаздан кейін оқимыз. Сол 2 сүрені тікелей Аллах тағаладан алған пайғамбарымыз. Басқа 6632 аят бар дейміз ғой. 6630 аятты Жәбірейіл періште арқылы немесе басқа да Жәбірейіл періштенің дәнекерлігімен алған болса, осы 2 аятты ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тікелей Аллах тағаладан алған. Бұл пайғамбарымызға
жаңағы уахидың екінші түрі. Үшіншісі Жәбірел періштенің ер адам кейпінде келуі. Көбіне Жәбірел періште Дихиятул Калби хазіреттері сол сахабаның бейнесінде келеді екен. Енді бұл Дихиятул Калби хазіреттері саудагер болады, көбіне Шам жақтан жүреді екен. Кейін ол кісі Мединаға келген кезде бірінші пайғамбарымызға келіп амандасады екен. Сол кезде пайғамбарымыздың екі немересі бар, білесіздер, Хазіреті Хасан, Хусейн. Алдынан жүгіріп шыққан кезде сол Шамнан алып келген жемістері болса, кәмпиттері болса, соларға береді екен. Бірақ бір күні Жәбірел періште келеді, жаңағы Хазіреті Дихияның түрінде. Хазіреті Хасан мен Хусейн кішкентай бала білмейді, ол періште екен, Хазіреті Дихия екен деп алдына отырып, мынау қалталарын, қойындарын ақтара бастайды. Енді ол үйреніп қалған ғой. Әр пайғамбарымызға келген сайын оларға алма бір кәмпиттер береді. Сол кезде Жәбірел періште біраз ыңғайсыз жағдайға қалып қалады. Содан кейін келесі жолы келген кезде жәннаттан жемістер алып келеді екен. Кейін сол жәннаттың жемістерін Хазіреті Хасан мен Хусейн жегеннен кейін осы өмірдегі ешқандай бір жемістен ләззат алмаған екен да. Сол үшін жәннаттағы жемістердің ләззатын егер біз тататын болсақ, осы өмірдің бізге бір қызық болмай қалады. Тіпті мынау адам баласы жәннатқа барған кезде Уақиға сүресінің есіне келеді, былай бөстектерге жантайып отырады екен да, сөйлеседі екен. Сол кезде біреу айтады екен: "Сендер білесіңдер ме, біз дүние деген бір жақта өмір сүрдік қой" деп. Сол кезде адамдар дүниеде болған ешқандай нәрсені естеріне қалмайды екен, тек бір ғана нәрсе есте қалады екен. Иә, шынымен біз мына дүние деген жақта өмір сүрдік, жерде өмір сүрдік. Сол кезде не естеріне қалды деген кезде кейде бір адам түсінде түс көреді ғой. Жаңағы сол көрген түстерін, кейде бір әдемі бір түс көресің ғой. Сол көрген түстерін ғана есінде сақтайды екен да. Ал басқа болған осы дүниеде қалай өмір сүрді, қалай жүрді, тұрды, бәрін Аллах Тағала жәннатқа барған кезде сол жақтағы нығметтерден ұмытып қалады екен. Тек қана осы дүниедегі көрген түстерін ғана есте сақтайды екен. Дәл сол сияқты Жәбірел періште пайғамбарымызға адамның кейпінде келіп уахи беретін болған. Төртіншісі, Жәбірел періштенің көрінбей уахиді ызыңдаған дыбыс немесе сыңғырлаған қоңырау даусына ұқсас дауыспен нені уахиді беруі. Бұл уахидің ең қиын түрі осы болған. Пайғамбарымыз осы уахи келген кезде қатты қиналатын болған. Көбіне осы уахи жаңағы азап аяттары, кәпірлердің жазасы, осындай азап аяттары, жаза аяттары осы түрде келетін болған. Сыңғырлаған дыбыс немесе жаңағы ызыңдаған дыбыста. Тіпті бір күні пайғамбарымыз түйесі Кәсуаның үстіне келген кезде осындай бір сыңғырлаған дыбыс естілген. Сол кезде түйенің аяғы тізесіне дейін құмға кіріп кеткен екен. Сондай уахидың ауырлығынан кейін пайғамбарымыз түйеге ауырылмасын деп жерге түседі. Тағы да бір екінші бір риуаятта Зайд бин Сәбит хазіреттері пайғамбарымыздың қасында отырады. Ол кісі, білесіздер, Құран кәрім жинақтаған сахаба Зайд бин Сәбит, пайғамбарымыз уахи жазушысы болады. Бір күні қасында отырған кезде пайғамбарымыздың тізесі оның аяғының үстінде тұрады. Сол кезде осы түрде уахи келген екен, сыңғырлаған дыбыста. Сол кезде дейді жаңағы Зайд бин Сәбит хазіреттері пайғамбарымызға енді уахидың ауырлығынан аяғым астында қалды, аяғым сынуға шақ қалды дейді. Сондай қатты пайғамбарымыз қиналатын болған осы уахиды естіген кезде. Бұл уахида ең қиын уахидың түрі осы болған. Бесіншісі, пайғамбарымызға ояу кезінде періштенің көрінбей келіп уахи етуі. Кей кезде Жәбірел періште адамның да кейпінде емес, көрінбей келіп құлағына сыбырлап кететін болған, уахиды айтып кететін болған. Алтыншысы, Жәбірел періштенің өзінің негізгі асыл кейпіндегі уахи беруі. Бұл екі рет орын алған. Екі жағдай екі рет келіп Жәбірел періште өзінің негізгі періштенің асыл күйінде, негізгі күйіндегі түріндегі уахи берген. Біріншісі Хира өңірінде ең алғаш уахи берген кезде, екіншісі де Миғражда. Жаңағы жеті ағат аспанға пайғамбарымыз Жәбірел періштенің қанатымен ұшып барады. Сол кезде Жәбірел періште өзінің негізгі түрінде уахи береді. Енді жалпы осы дәрісімізді осымен аяқтайық. Иншалла Аллах Тағала пайдалы білімдер қылсын. Бір жинақтап өтсек, жалпы пайғамбарымызға уахи 6 түрде келген. Яғни пайғамбарымыз Құранда 6 түрде уахи қылған. Біріншісі шынайы түс ретінде. Бұл көбіне пайғамбарға жаңадан басталған кезде. Не үшін? Алдағы келетін уахидарға дайындық ретінде бірінші пайғамбарымыз уахиды түсіне алатын болған, кейін сол уахиды өңінде қайтадан алатын болған. Екіншісі тікелей Аллах Тағаладан. Бақара сүресінің соңғы 2-ші аяты. Үшінші Жәбірел періштенің адам кейпінде келіп уахи беруі. Төртіншісі Жәбірел періштенің өзінің негізгі түрінде келіп уахи беруі. Бесіншісі Жәбірел періштенің көрінбей келіп құлағына сыбырлап кетуі. Алтыншысы ең қиыны сыңғырлаған дыбыс немесе ызыңдаған дыбыс ретінде уахи алуы. Бұл пайғамбарымыздың ең қатты қиналған уахи түрі болады. Тіпті осы пайғамбарымыз осы уахи түрі келген кезде қатты қиналып, былай талуға шақ қалады екен да. Жаңағы көзі қарауытып қалған адам сияқты болады. Сол кезде жаңағы басқа адамдар жаман ойламасын деп үстіне не жауып қоятын болған? Көрпе ма, не деймін?
сондай бір одеяло сияқты жауып қоятын болған. Тіпті бұны кейбір нелер енді келесі тақырыпта біз айтамыз. Қазіргі кезде енді көптеген уақиғаға байланысты сұрақтар бар. Адамның жаңағы басын шатастыратын, немесе енді бізде діни біліміміз көп болмағаннан кейін адамның несіне ақидасына байланысты сұрақтар қояды. Ол жаңағы уахи деген пайғамбардың несі емес, тіпті хадисте келген ғой, пайғамбар уахи келген кезде жаңағы басқа ерекше жағдайларға түсіп кеткен, мысалы есінен тануға шақ қалған, немесе жаңағы көзі қарауытқан қалған деген сияқты. Сол сияқты неше түрлі сұрақтар болады. Біз келесі сабағымызда иншалла осы уахиға байланысты жаңағы дін дұшпандарының ең көп келген сұрақтарына жауап беретін боламыз. Иншалла бүгіндікке осыда. Аллах тағала баршамызға пайдалы білімдер қылсын. Иншалла естігенімізбен амал етуді нәсіп етсін. Амин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули бирахматика я архамур рахимин. Амин. Аллаху акбар. Қабыл болсын.